Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабаққа дайынсыңдар ма? Олай болса, сауат ашу сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы дәрумендер, В дыбысымен әріпі. Ұйымдастырылған оқу қызметіміздің оқытылу мақсаттары: сөздегі дыбыстарды олардың түрлерін ажыратып, дұрыс дыбыстау, жазу бетін бағдарлау, жазу жолын жоларалық кеңістіктерін ажырату, торкөз дәптерге кең сызықтар, әріп элементтерін жазу. Бағалау критерийлері: берілген сөздерді буынға бөлу, сөздердегі дыбыстарды ажырату, бір сөзге дыбыстық талдау жасау, В әріпін жазып үйрену. Ал енді балалар, сабағымызды бастамас бұрын бір сергіп алайық. Армысың, әлем, армысың, ажарық күн, армысың, абзал жан, армысың, менің досым. Жарайсыңдар балалар, осы жақсыл көңіл күйімізбен сабағымызды бастаймыз. Ол үшін бірінші жұмбақтың шешуін тауып көрейік. Топтар жатыр, желісі бар, қабат-қабат терісі бар. Жұмбақтың жауабы 40 қабат екен. Соғым үшін сайлап қойдым, бордақылап байлап қойдым. Жұмбақтың жауабы қарбыз екен балалар. Қане балалар, ойланып көрейікші. Суреттен не көрдіңдер? 40 қабат, қарбыз сөздері қандай әріптен басталған? Көкөніс пен жемістерді ажырата аламыз ба? Дәрумендер дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар балалар. Дәрумендердің біздің денсаулығымызға пайдасы мол және өте қажет екен. Денсаулықтарың мықты болып өсу үшін дәрумендермен дос болыңдар. Балалар, сендер денсаулықтарыңды мықты болып өскілерің келе ме? Ондай болса, көптеген жеміс-жидектерді жейтін болыңдар. Балалар, мына суреттер не бейнеленген? Вагон, ванна, вирус, киви. Бәріне ортақ қандай дыбысты байқадыңдар? Қане ойланайықшы. Дұрыс айтасыңдар, В дыбысы. Ендеше бүгін біз В дыбысымен танысамыз. Суретке қарап сөздерді буынға бөлейік. Сөзде неше буын болса, сонша дауысты дыбыс бар екен. Велосипед. Велосипед сөзінде 4 буын, 4 дауысты дыбыс. Вирус. 2 буын, 2 дауысты дыбыс. Витамин. Витамин сөзінде 3 буын, 3 дауыссыз дауысты дыбыс. Дәрумен сөзі витамин сөзінің қазақша аудармасы балалар. Балалар, біз әріптің 2 түрі бар екенін білеміз. Біріншісі баспа түрі, баспа түрін біз оқимыз. Ал екіншісі жазба түрі, жазбаша түрін біз жазамыз. Есіңде болсын балақай, В дыбысы орыс тілінен енген сөздерде ғана қолданылады. В дыбысы сөздің барлық буындарында кездеседі. В ұяң дауыссыз дыбыс. Себебі ол ауыз қуысынан кедергіге ұшырап барып шығады екен. В дыбысы қандай дыбысқа жатады? Дұрыс айтасыңдар, дауыссыз дыбыс. Дауыссыз дыбыстарды біз көк текшелермен белгілейді екенбіз. Қане балалар, В дыбысын ауада жазып көрейікші. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, қолымызды жаттықтырып, келесі бейнені тамашалайық. Жарайсыңдар балалар. В дыбысын есте сақтау үшін үйде ермексаздардан В дыбысының бейнесін жасаймыз. Және балапан дәптерлерімізген жазу дәптерін алып, әдемілеп бастырып жазайық. Жазуларың қандай әдемі болса, балалар, сендер де сондай әдемісіңдер. Балалар,
Сендер мына бағдаршамның жасыл текшесін, егер сабақты түсінсеңдер жасыл текшені, сабақты жартылай түсінсеңдер сарын бейнесін, сабақты мүлде түсінбеген болсаңдар қызыл бейнесін жақсылап бояп қойып, сосын маған көрсетіңдер. Балалар, бүгінгі сабаққа барлықтарың толық қатыстыңдар. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар балалар.